Біз бүгін алдағы уақытта өтуі мүмкін ақшалы жекпе-жектердің бестігін атаймыз. Ендеше кеттік. Канело мен Кроуфорд жекпе-жегі көшті бастап тұр. Канело абсолютті чемпион. Жеңіл салмақтың өкілі Кроуфордпен шығу үшін Турки Аль-Шейхтан $150 миллион талап еткен. Саудиялықтар бұл қаржымен келісуге болады деп санап, бірақ бұл тақырыпқа кейін оралатынын жеткізген. Әрине, көрермендер үшін де қызықты жекпе-жек, бірақ Мадримовқа шамасы жетпеген қара баланың Канелоға қарсы қиналары анық, бірақ ақша жағынан емес әрине. Алдағы уақытта Шакур Стивенсон мен Джервонта Дэвис кездесуі де өтуі ықтимал. Джервонтаның өткен кездесуде тең түскеніне қарап, Шакурдың да жеңіске деген мүмкіндігі жоқ емес екенін көруге болады. Жекпе-жектің болжамды құны $100 миллион. Әрине, Эр-Рияттағылар қызығушылығын жоғалтпаса. Дюбуа мен Паркер жұбының жеңімпазы Усикпен шығуы мүмкін. Нарықта үлкен сұранысқа ие болмаса да, Усиктің соңғы жекпе-жегінде $100 миллион тапқанын ойласақ, жекпе-жектің бағасы шамамен $100 миллион құрайды. Деонти Уайлдер мен Фрэнсис Нганну жекпе-жегі де осы жылы Эр-Риядта өткізілуі мүмкін. Екеуі де соңғы жекпе-жектерінде нокаутпен жеңілген. Сондықтан олар үлкен артық ақша талап ете алмайтыны анық. Шамамен жекпе-жек құны $50 миллион. Ал Бенавидес Бейвол секілді жекпе-жектер бұл тізімге қосылмады, себебі өтуі әбден мүмкін. Аль-Шейх қазір The Ring журналын сатып алып, Дазн сервисіне $1 миллиард ақша құйды және беделді промоутерлердің бәрімен келісімге отырды. Осындай алпауыт мүмкіндіктерді ескерсек, бұл жекпе-жектердің өту ықтималдығы 90%-дан жоғары.